Алгашкы сүрүлүү убакыты жакындаган кезде Алла Тағала жерге жеңил жел жибереді. Ол жел жибектен де жұмсақ, кайсы бир адамдын жүрөгүнөн де. Кимдин жүрөгүндө дәнектей иман болса, ол адамдын жанын жел алып кетеді. Өткені кыямет кайым тек қана жаман адамдарга көрүнөдү. Сосон Алла Тағала Исрафил периштеге алгашкы сүрүлүүдө буйрады. Содан соң Алла каалаган аспан мен жердеги жаратылыш жок болот. Дүние осындай халде 40 жыл турады. Onun бетинде тірі жан жок. Onun бетинде бирде-бир тірі жан жок. Алладан башка баршасы жердин астында уюктап жатыр. Onun бетинде Ресейде, Америкада, Германияда, Кытайда, Англияда, Францияда эч кимде калмайды. Олар сенен таулар жайлы сурайды. Раббым тозаң кылып ұшырып жиберди де, оны теп-тегіс жазык кылады. Сен онда эч бир ой төбе көрмейсиң. Дүние бос калган кезде, жер мен аспан өзге нерсемен ауыскан кезде, Алла Тағала айтады: Эй өлүм периштеси, жаратылыштан ким калды? Адамдар өлдү, жындар өлдү, периштелер өлдү. Алла Тағаланын мына аяты түскөн кезде, ар бир жан ээси өлүм дәмин татады. Периштелер айтты: Биз жан эмес, таза рухпуз. Сонда жердегинин баршасы жок болот деген аят түстү. Периштелер айтты: Биз жерде эмес, аспанда турамыз. Onun өзүнөн башка ар нерсе жок болот. Үкүм оган тән, және оган кайтарыласыңдар аяты түскөн кезде, периштелер Аллага сажда этип жата калды да, мәңгі жалгыз өзү гана калушы Алла Тағала кемшиликтен пак деді. Периштелер өлдү, адамдар, жындар, куштар және барлык жер бетиндеги мен, аспан үстүндөгүлөр өлдү, өлүм периштесинен башка. Алла одан сурайды: Тирі жан ким калды, эй өлүм периштеси? Кудайым, деди ол. Эч ким калмады, тек Жабирил, Микаил, Исрафил және алдында турган кулуң мен гана калдым. Алла оган айтады: Жабирилдин жанын ал, эй өлүм периштеси. Сонда Жабирилдин рухун алады. Ким калды? Микаил, Исрафил және алдында турган бейшара кулуң мен калдым дейди. Микаилдин жанын ал, эй өлүм периштеси. Содан жанын алады. Исрафилдин жанын ал, эй өлүм периштеси. Onun да жанын алады. Сосон Жаббар улы Алла сурайды: Тирі жанынан ким калды, эй өлүм периштеси? Алдыңда турган бейшара кулуң мен гана калдым. Алла Тағала оган айтады: Эй өлүм периштеси. Эй өлүм периштеси. Содан өлүм периштеси өлөдү. Өлүмдүн ауырлыгын сезген кезде айтады: Уллугумен ант этемин. Өлүмдүн ауырлыгын осунчалыкты кыйын экендигин билгенимде, кулдарымдын жанын алууду сенен сурамас эдим.
өледі, өледі. Өлім періштесі де өледі. Алла тағала қираған дүниеге қарайды. Күн бүктелген сәтте, жұлдыздар шолып шашылған кезде, таулар жүргізілген сәтте, буаз-іңгірлер жіберілген сәтте, теңіздер қайнаған сәтте, жан тәнімен бірлестірілген сәтте, аспан ашылған сәтте, жәннат жақындатылған сәтте, тозақ қыздырылған сәтте, сонда Раббың дүниеге қарайды. Онда ешбір жаратылыс жоқ. Алла айтады: ей дүние, өзендерің қайда, ағаштарың қайда, теңіздерің қайда, сарайларың қайда, патшалар қайда, патшалардың балалары қайда, жәбір көрсетушілер қайда, олардың балалары қайда? Менің нығметімде өмір сүріп, өзгеге құлшылық қылғандар қайда? Патшалық бүгін кімге тән? Патшалық бүгін кімге тән? Қаһарлы жалғыз Аллаға.